Жалпыға бірдей жаппай білім берудің белгілі мақсаттары болды. Білім беру бағдарламалары гендерлік тұрғыдан саралау негізінде әзірленді. Себебі қыздардың рөлі ұлдардың рөлінен өзгеше болды. Кейіннен бұл ақш-та және әлемнің басқа елдерінде қолданылатын бірлескен оқыту моделіне, жалпыға бірдей жаппай білім беруге ауысты. Еңбек нарығы ортақ білім беру бағдарламаларын әзірлеуді талап етті. Жаппай білім беру теориясы және оның тәсілдері бихевиоризм негізінде дамыды. Оқыту, нұсқаулық беру арқылы жүзеге асырылды. Педагогикалық әдістер дәстүрлі пәндік оқытуға негізделген. Білім мұғалімнен бүкіл сыныпқа сызықтық түрде беріледі. Оқушылар оқу үлгеріміне қарай бөлінді. Білім беру бағдарламалары жалпыға міндетті пәндер, жеке пәндер және мұғалімдер нені оқытуы, ал оқушылар нені меңгеруі керектігін сипаттайтын оқулықтар мен оқу құралдарының жиынтығы негізінде әзірленді. Бағалау көбінесе жаппай емтихандардан тұрды. Бағалау оқушылардың оқу нәтижелерін салыстыруға, олардың ішіндегі ең табыстыларын анықтауға және оларды белгілі бір санаттарға бөлуге мүмкіндік берді. Артықшылықтары айқын. Олардың арасында тиімділік, яғни оқушылардың көп санын бір тәсілмен оқыту мүмкіндігі. Артықшылықтардың бірі демек үнемділік. Оқушылардың үлкен топтарына бір мұғалім сабақ береді. Оқыту бір үлгі бойынша жүргізіледі. Нәтижесінде оқыту қарапайым және сызықтық болды. Шектеулерге теңсіздік, икемсіздік және теріс әлеуметтік салдар жататынын білеміз. Бүгінгі таңда біз заманауи модельдерді, атап айтқанда дербестендірілген оқытуды қолданамыз. Бұл модель оқушылар үшін тиімді тәсілдерді, жастардың қалай білім алатынын, мұғалімдердің оқудың тиімді деңгейін қалай сақтайтынын, оқушыларға олар не істей алатынын және не істеу керектігін айтып отырып, қолдау көрсету керектігін айқындайтын дәлелдерге, зерттеулерге және конструкцияға негізделген. Білім беру инвестиция ретінде, сонымен қатар оқушыларға күнделікті өмірде ғана емес, кәсіби салада да қажетті дағдыларды, білім мен көзқарастарды қалыптастыруға мүмкіндік беретін, ел экономикасының дамуына септігін тигізетін жұмыс күшін дамыту құралы ретінде қарастырылады. Мұғалімдердің педагогикалық әлеуеті маңызды аспект болып табылады. Мұғалімдер өзінің педагогикалық тәжірибесінде қолдана алатын саралау әдістері жеке оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Оқу бағдарламаларының әртүрлілігі білім беру бағдарламасының айрықша емес екенін білдіреді. Бағдарламада таңдау пәндері қарастырылған. Оқу бағдарламалары оқушылардың қызығушылықтарына қарай таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етеді және оларды өз қабілеттерін көрсете алатын салаларға бағыттайды. Сонымен қатар, әртүрлілік кәсіптік, академиялық және STEM білім беру шеңберіндегі дамудың әртүрлі траекторияларын және оларда оқушылардың қызығушылықтары мен қабілеттеріне қарай біріктіру мүмкіндігін қарастырады. Оқушыларға болашақта күнделікті өмірде және кәсіптік салада қажет болатын білім, дағдылар мен көзқарастарды қамтитын құзыреттілікке негізделген тәсіл. Заманауи модельдер оқушылардың білім беру бағдарламаларына тең қолжетімділігін қамтамасыз ететін инклюзивтілік және теңдік қағидаларына негізделеді. Заманауи модельдерде біз оқушылардың жасына емес, кезеңдері мен деңгейлеріне қараймыз. Сыныптағы оқушылардың жасы бірдей, бірақ дағдылары әртүрлі болуы мүмкін. Оқушылардың күшті жақтары әртүрлі болуы мүмкін. Мұғалім оларды көріп, қабылдауы керек. Сондықтан мұғалім оқушыларды түсініп, оларға өз қабілеттерін дамытуға көмектесіп, олардың қажеттіліктеріне қарай қолдау көрсетуі керек. Заманауи модельдер ілгерілеу мен өсу қағидасына негізделеді. Олар оқушылардың ілгерілеуіне ықпал етеді. Оқушыларға өз деңгейін жаңадан бастаушыдан құзыреттіге, одан кейін біліктіге, бастаушы сарапшыға және сарапшыға дейін көтеруге көмектеседі. Әсіресе бұл белгілі бір салаларда қабілетті және дарынды оқушыларға қатысты.
Заманауи модельдер тиімділікті арттыруға бағытталады. Басқаша айтқанда біз жағдайды осылай өзгертеміз. Оқушылардың бірнеше жыл бойы оқудағы үлгерімін көрсететін уақытша деректер қамтамасыз етіледі. Заманауи модельдерде бағалаудың басқа түрлерімен қатар, баланың үлгерімін қадағалауға мүмкіндік беретін қалыптастырушы бағалау, оқыту үшін бағалау қолданылады. Бұл баланың не істей алатынын, одан әрі оқу үшін оған не қажет екенін, оны одан әрі дамыту үшін қалай оқыту керек екенін анықтайды. Ал қазір деректерге негізделген мақсатты онлайн оқыту тақырыбын, синхронды және асинхронды оқытудың құндылығын қарастырайық. Мұндай оқытудың әртүрлі мақсаттарға бағытталған көптеген нысандары бар екенін білеміз. Сондай-ақ жаһандық байланыстың маңыздылығын және оны оқушыларды сыныптастарымен ғана емес, әртүрлі саладағы мамандармен қарым-қатынас жасауға ынталандыру үшін пайдалану керек екенін түсінеміз. Оқуға ену әдістері арқылы біз оқушыларды мектеп қабырғасынан, елдердің шекарасынан шығарып, виртуалды және толықтырылған шынайылыққа апара аламыз. Бұл оқушыларға қолжетімді цифрлық технологияларды пайдалана отырып, қиындық тудырған сұрақтарды әртүрлі орталарда зерттеуге мүмкіндік береді. Аралас оқыту аясында оқушылар онлайн және офлайн форматта оқиды. Төңкерілген сынып әдісі оқушылардың мектеп қабырғасынан тыс әртүрлі тапсырмаларды орындау арқылы жаңа білім алуының, содан кейін мектепке барып, алған білімдерін белгілі бір жобаларда қолдануының өте жақсы мысалы болып табылады. Проблемалық жобалық оқыту және құбылыстарға негізделген тәсілді қолданатын мектепішілік зерттеу жобалары. Оқушылар өз білімдерін нақты мәселелерді шешуде, жобаларды және құбылыстарды зерттеуде қолдана отырып, тапсырмаларды бірге қарастырады және орындайды. Геймификация. Бұл тұжырымдама ойынды емес, керісінше балаларды оқу іс-әрекетіне тарта алатын ойынның сипаттамаларын пайдалануды көздейді. Мысалы, функциялар, марапаттар және оқушылардың өз қателерінен сабақ алуға мүмкіндік беретін шағын жобалар мен викториналар. Ойынның барлық сипаттамалары оқушыларды оқуға ынталандыра алады. Сондықтан оларды білімнің педагогикалық тәжірибесінің бір бөлігі ретінде сабақта қолдануға болады.